Шымкент қаласында қоғамдық көлік саласына ақпараттық технологиялық жүйелерді енгізу алға қойылған мақсаттардың бірі. Қоғамдық көліктер электронды төлем жүйесіне еніп, қала көшелеріне жаңа аялдамалар орнатылды. Енді жүйені цифрландыру мақсатында аялдамаларға ақпараттық тақтайшалар орнату көзделіпті. Мамандардың бұл ойын қала тұрғындары қолдайды. Ол болған қалайым деп ойлаймын, өйткені бұл бүкіл халыққа да керек нәрсе деп ойлаймын. Біз бұл өйткені маршрут қай кезде келеді, қай кезде өтеді білмейміз ғой қазір. Сейчас новые районы открыты. Я не знаю, какой там транспорт ходит. А если будет висеть, допустим, какой автобус ходит, я уже могу сориентироваться, куда мне ехать. Это очень удобно, это очень хорошо. Если так все сделать, будет прекрасно. Не всегда запоминаешь, особенно в пожилом возрасте, не всегда запоминаются остановки, улицы, особенно какой автобус проходит. Нужно, обязательно надо. Мамандар бұл жобаны іске асыру үшін уақыт қажет екенін айтуда. Әзірге сөз жүзінде айтылған жоба біраз зерттеулерді қажет етеді дейді. Қазіргі таңда тек эскизі сызылып жатқан жобаның нақты қай уақытта жүзеге асатыны белгісіз. Қазіргі таңда бұл цифрландыру аялдамаларын орнату бойынша жобалар әзірленіп жатыр. Шымкент қаласында цифрландыру аялдамаларында жаңа информационный табло дейді, мәлімет таблолары болады. Жаңа автобус қандай маршрутта жүреді болашақта, қай уақытта келеді, қай жерге қатынайды, сол бойынша. Ал Нұр-Сұлтан қаласындағы сияқты ішінде кондиционері бар, аялдамалар орнату қазіргі таңда жоспарда жоқ. Болашақта заман талабына сәйкес орнату қажеттілігі туындап жатса қаралатын болады. Айта өтейік, цифрлы аялдамалар жобасы іске асып жатса, қала тұрғындарының қоғамдық көліктегі қатынауы уақыт үнемдеуге септігін тигізбек. Сондай-ақ тұрғындарға қоғамдық көлік жақындағаннан хабардар болуға мүмкіндік беретін GPS трекерлерін 2GIS, Яндекс, OpenShimkent қосымшаларын біріктіру жұмыстары жоспарланып отыр. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нарньюс.